Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Қазақстандықтар үшін жақсы жаңалық. Шетелдік автокөліктерді заңдастыру қаншаға және қаншаға түсетінін білуіміз мүмкін. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бізді тамашалауды және де бір ғана лайк тимесін басуды ұмытпаңыздар. Шетелдік автокөліктерді заңдастыру 23 қаңтарда басталады. ИИМ елге 2021 жылғы 1 қыркүйекке дейін әкелген шетелдік автокөліктерді бір жолы заңдастыру биыл 23 қаңтардан басталады. Автокөліктерді бастап мемлекеттік тіркеу үшін 200 мың теңге алым төлемі қажет. Шетелдік көліктерге қойылатын талап: елге 2022 жылғы 1 қыркүйекке дейін әкелінуі керек. Іздену болмауы шарт. Басқа мемлекеттерде бұрын тіркелген жері бойынша есеп шығарылуы керек. Кедендік тазартудан өткен қажет. Ережелер 2023 жылдың 1 шілдеге дейін күшінде болады және жеңіл автокөліктерге, шағын орта автобустарға және де шағын жүк көліктеріне, оның ішінде басқару органдарының оң жақта орналасқан көліктерге қолданылады. Бізді тамашалауды және де бір ғана лайк тимесін басуды ұмытпаңыздар.